Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен бірге барлығымыз сүйіп жейтін оливье салатыны бірге дайындайтын боламыз. Жаңа жылдық мерекелерді бұл салатсыз елестете алмаймыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен мен керек заттарымды осылай қайнатып алдым. Яғни бізде ең бастысы бұл жерде картоп пен сәбіз және жұмыртқа. Үшеуін жақсылап қайнатып аламыз. Енді кубик етіп турап шығамыз. Яғни өздеріңіздің ұнатқан көлемдеріңіз бойынша турасаңыздар болады. Яғни қаласаңыздар ірілеу, қаласаңыздар майдалау етіп тураймыз. Картоптарымызды да кубик етіп турап шығамыз. Яғни барлығының көлеміне мән беріңіздер. Барлығы бірдей болған сайын салатымыз да өте әдемі болып шығады. Және картопты таңдаған кезде езілмейтін картопты таңдаңыздар. Сонда жаңағы картоптарымыз да бөлек болып, әдемі болып көрінеді және езіліп кетпейтін болады. Енді жұмыртқамызды да дәл осылай турап аламыз. Енді біз шұжығымызды да дәл осылай кубик етіп тураймыз. Шұжықтың орнына кәдімгі етті қайнатып салсаңыздар да болады. Енді тұздалған қиярымызды да дәл осылай кубик етіп турап алдым. Міне біз барлығын осылай дайындап алдық. Енді мен бір банка жасыл, яғни горохты осылай салып жіберетін боламын. Менде кішкентай банка болғаны үшін барлығын салып жібердім. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тұз және қара бұрыш салсаңыздар болады. Қара бұрыш салу міндетті емес. Енді майонезімізді салып, жақсылап араластырамыз. Майонезді таңдаған кезде оның процентіне мән беріңіздер. Яғни қаншалықты жоғары процент болса, соншалықты дәмді болып, қою болып, әдемі болады. Яғни енді барлығını бір келіп етіп осылай араластырамыз. Достар, өте дәмді салат болып шықты. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Менде төменде описанияда барлығының мөлшерлері жазылған. Енді салатымызды ыдысымызға салып аламыз. Мен осылай салат жапырағын салып әсемдейтін боламын. Яғни бұл міндетті емес. Жай салаттың өзін салсаңыздар да болады. Енді өздеріңіздің қалаған көкөністеріңізбен әсемдеп алсаңыздар болады. Сіздерге ас болсын.